Миллиардерлер мектебі Ақтөбенің ауылында ерекше мектеп бар. Онда оқитындар болашақта Форбстың бір-бір кейіпкеріне айналатынына бек сенімді. Тардай болып кірген оқушыны табысы таудай қып тәрбиелеп шығатын мектепте біздің тілшімізде болып қайтты. Болашақ бизнесмендер не дейді? Ақбайын Сұлтанмұратова жалғастырсын. Басында қалпағы, қолына ожа ұстаған Қайсар Бестамақ орта мектебінің 9 сыныбында оқиды. Арманы көп, мақсаты айқын. Көп аспаздың бір емес, әйгілі Мишлен жұлдызын алған мейрамхананың бас аспазы болғысы келеді. Содан бұлар қазірден тамақ пісіруді құр хобби деп қарамайды. Болашақта қайда білім алатынын да біледі. Мен аспазшы болғым келгені, өйткені тамақ жасағанды өзім ұнатамын біріншіден, және көптеген атақты адамдарды көрдім. Болашақта мен аспазшы болғым келеді, және сол бизнес ашқым келеді. Қайсар тойымды сорпа, жеңсік асты әзірлеген ұнатса, Нұртілеу десерт жасаудың шебері. Екі жасөспірімді достастырғанда орта хоббилер екен. Сабақтан қолдары қалт етсе, мектептегі арнайы кабинетке келіп ас дайындайды. Идеяларын ортаға салып, жаңа мәзірді талқылайды екен. Болашақта фудблогерлік контент дайындауды да ойластырып жүргендерін айтты. Нұртілеу бір жылдан соң мектепті бітіріп, IT мамандығын алғысы келіп отыр, бірақ бәрібір хоббиімнен қол үзбеймін дейді. Бірінші жасаған салатым крабовый салат. Сол крабовый салат дейтін үйдегі анам үйретті істеуді. Сосын екінші салатымыз ол дейтін фруктовый салат. Бұны құтты кезден бүкіл істеу біледі уже. Ең оңай салат деуге болады. Сосын ананасовый салат. Естігеніңіз бар ма ананасовый салат жайлы? Міне осындай ананасовый салат істедік. Ресторан ашып, или бір қайта не ашып, кафе сияқты ашып, бизнес қылдырмыз келіп тұр. Бір жыл бұрын дәл осы мектеп ауылдық аймақтарда тірек мектептердің әлеуетін арттыру деген жобаға енеді. Мақсаты елді мекендердегі білім ошағы мен қаланың мектебінің арасындағы алшақтықты болдырмау, үздік педагогикалық тәжірибелер мен тиімді әдістемені ауыл мектебіне енгізу болатын. Сол жоба аясында Бестамақ орта мектебінің 27 оқу кабинеті мен қосымша білім беру шеберханалары жабдықталған. Соның бірі STEM зертхана. Ол жерде балалар ғылымдағы алғашқы қадамдарын жасайды. Бұл инкубаторда 12 балапан шығаруға болады. Сен жыл болашақта кім болғың келеді жалпы өзі? Мен көктемде балапандарды өсіріп, оларды сатып, ата-анама көмектескім келеді. Триллиардер болғым келеді. Тігін шеберханасы, арт-студия, бірнеше зертханалық кабинеттердің ашылғаны ауыл баласының өз-өзіне деген сенімділігін арттырып, шығармашылық қабілеттері мен қиялдарын дамытуға, өз идеяларын жүзеге асыруға ықпал етіп жатқанын аңғару қиын емес. Ауыл аймақтардағы тірек мектебінің әлеуетін дамыту жобасына енгенбіз. Ол жобада 250 миллион теңгеге Қазақстан халқына қоры барлық мектепті 100% құрал жабдықтармен жабдықтап берді. Осы құрал жабдықтардың барлығы келгеннен бастап бізде оқушыларда да, ұстаздарда да қызығушылықтар өте жоғары. Қазіргі таңда білім сапасында да өзгерістер бар, өсім бар. Бестамақ балаларының білім жарыстарындағы жетістігі жетерлік. Халықаралық жарыста 2-ші орын алған оқушы келесі білім сайысына дайындалып жатыр екен. 4 оқушысы ауыл олимпиадасында жүлделі қайтқан. Бір жылдан соң Бестамақ орта мектебінің тұрғызылғаны жарты ғасыр толады. 2019 жылы мектепке күрделі жөндеу жүргізілген. Білім ошағында қазір 700-ден астам бала білім алып жүр. Ақбай Сұлтанмұратова, Марат Ақажанов, Еуразия бірінші арнасы, Ақтөбе облысынан.